Бір 1925 жылы жазылған әлемге әйгілі әнші Әміре Қашаубаевтың әндерін 1974 жылы қазақ телевизиясының ардагері Жарқын Шәкәрім Мәскеудің орталық архивінен тауып қазақ радиосының алтын қорына тапсырды. Бұл қазақ радиосының алтын қорында сақталған құнды материалдардың біреуі ғана. Сәлеметсіздер ме? Қазақ радиосының алтын қорында 100 мыңнан аса әртүрлі жанрдағы хабар сақталған екен. Олар қандай хабарлар? Олар несімен құнды? Бүгінгі бағдарлама Қазақ радиосының алтын қорына арналады. Студия қонақтарымен таныс болыңыздар. Оңғар Құрал, ақпарат саласының үздігі, Шалқар радиосының журналисі, алтын қор бағдарламаларының жауапты редакторы. Қош келдіңіз. Сәрсенбек Бекмұратұлы, Қазақ радиосының ардагері, ақын, Қазақстанның құрметті журналисі. Қош келдіңіз аға. Алтын Иманбаева, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Қазақ радиосының ардагері, атақты Жүсекеңнің соңғы шәкірті. Құрметті қонақтар, біздің бағдарламаға қош келдіңіздер. Өздеріңіз көріп жатқан шығарсыздар. Мынау Қазақ телевизиясының, Қазақстан корпорациясының алтын қорында қандай құнды материалдар бар бізде. Несімен олар алтын қор деп аталады. Сондықтан да бір хабарды бүгін біз Қазақ радиосының алтын қорына арнап отырмыз. Жаңа ғана Әміре Қашаубаевтың дауысын тыңдап жатырмыз. Жалпы Қазақ радиосына дауыстар қалай жиналады, кімдер әкеледі? Оның белгілі бір қойылған жолы, тәртібі бар ма? Қазақ радиосының алтын қоры 48 жылдан бері жиналады. Оған дейін 31 жылы Алматының Көкбазардың маңайында жер үйде Қазақ радиосы топтасады. Оның басқасында Айтбай Хангелдин болады. Ол кезде мынандай таспалар жоқ, техника деген шамалы дегендей, жалпы әнші күйшілер, композиторлар, әртүрлі аспапта ойнайтын өнерпаздар бәрі келіп, тікелей әуе толқынында өз өнерлерін көрсеткен. 48 жылға дейін осы тікелей әуе толқынында ән айтып өнерлерін көрсетсе, 1948 жылы сол Мәскеуден үнтаспалар келе бастайды. Өзіміздің радионың ішінде жазу басталады. Олардың ең алдында тұрған Күләш Байсейітова, Манарбек Ержанов, Қанабек Байсейітов, Құрманбек Жандарбеков ағаларымыз, сол сияқты жаңағы Жүсіпбек Елебеков, Ғарекең, көптеген әншілер сол 48 жылдан бастап бізге өздерінің өнерлерін үнтаспаға басып өткізе бастайды. Әміре Қашаубаевтың дауысын, 25 жылғы дауысын 74 жылы Жарқын аға әкеліп алтын қорға тапсырды. Сол сияқты адамдар әкеліп тапсыратын мүмкіндіктер сондай бола ма? Әміре ағамыздың дауысын естіп отырмыз ғой, 25 жылы жазылып алған деп бастар. Қырғыз Республикасының 50 жылдығында ғой енді мына біздің министрлікке көмек сұрағаннан кейін мына Жарқын Шәкәрім ағамызды жаңа неге жіберіп отыр ғой, Мәскеуге сол неде елшілікте жаттық дейді. Сонда бір күні бір жігіт келіп айтты дейді, әлгі Әміре Қашаубаев деген киргиз деп шығып тұр деп айтып отыр дейді бір-біріне. Содан кейін ойбай-ау мені іздеп жүргенім осы еді ғой деп тауып алған ғой. Енді Әміренің дауысы да өте нашар естіледі, бірақ даусының күші, жаңағы айту мәнерін бәрін жақсы білеміз. Оны енді жөндеуге тағы о заманның техникасымен бұл заманның техникасы келмейді, бірақ соның өзін тапқанымызға қуаныштымыз. Менің өзімде мынандай оқиға болды. Қазір Қазақ радиосының алтын қорында кәдімгі алаш қайраткері Мұстафа Шоқайдың дауысы бар. Бірақ дауысы өте нашар. Себебі 39 жылы Германияда түркі жастарына, Түркістан жастарына арнау ретінде сөйлеген көне жазу ғой, көне жазба. Қалай жеткен, кім әкелген? Енді соның енді анық-қанығын мен әзір білмедім. Жаңағы Жарқын Шәкәрім ағамыз, Базаралы Мүптеке ағаларымыз сөйтіп алып келсек деп ойлаймын, қайдан әкелген мен білмеймін. Себебі бұл Германияда сақталған дауыс. Қазір күнге дейін орда бар екен. Сол енді сол дауыс бізде өте нашар күйінде сақталған ғой. Соны мен бір-екі рет өзім алтын қор хабарларына жауапты болғандықтан Шалқар радиосында соны бердім. Мұстафа Шоқайдың туған күніне орайластырып деген сияқты. Кейін күндердің күнінде бізде Бақыт Досым деген журналист жұмыс істеген.
98 жыл қайтыс болып кетті, ерте жас кезінде 39 жасында ғой деймін. Соның жағы отбасынан қызы, Әйгерім деген қызы маған бірнеше үйден таспалар әкеп берді. Мына үйде жатыр екен, сіздерге қажет болар, біз не істейміз бұл таспаларды деп. Содан жатып бір күні соны тыңдап көрейінші дедім ғой, ана таспаны. Үлкен бабина дейміз ғой, пленка. Соны тыңдасам, Мұстафа Шоқайдың анық естілген дауысы тұр. Міне қалай табылды деңіз, мен таң қалдым. Бұны мен Фейсбукке жаздым да соны. Анау анық естілген. Енді қазіргі заман демесек те, бірақ ана бұрынғы біздегі сақталған дауысқа қарағанда сапасыз дауысқа мынау сапалы. Жаңа 5-6 минут бекен кәдімгідей кең көлемде сөйлеген, жаңа сосын Мағжанның өлеңін оқитын жері бар. Соны алдымда Алтын қордағы біздің мысалы Айгүл Жұман деген қызымыз бар, Алтын қорда фонотекада жұмыс істейтін. Соған бардым. Сендерде мына тұрған дауыстарың нашар. Міне мен тауып алдым. Бақыт Досымовтың үйінде жатқан. Енді Бақыт Досымов өмірден өтіп кетті ғой. Оның отбасы білмейді ол дауысты қайдан алғанын. Мына дауысты анаған ауыстырып қойыңдар. Мына таза дауыс. Тура екеуі бір салыстырса бірдей. Бірақ ананың сапасы жақсы, мынаның сапасы нашар. Ауыстырды ма? Сөйтіп ауыстырып Алтын қорда қазір сол Мұстафа Шоқайдың анық естілетін дауысы сақталған. Бүгін Қазақстан, Қырғызстан, Қарақалпақстан, Өзбекстан, Түркменстан һәм Тәжікстан деп жат үкімет күшінің 6 jamhuriyatқа бөліп тұрған Түркістан бөлінбес айырылмас бір өлке. Халқының қаны бір, тілі бір, діні бір, мақсады бір. Түркістанның мақсады өзінің құтылысы, милли хөкіметін құрып, сәрбәз бос өз алдына бір үкімет болып тұру. Әкеліп дауыс беретіндер енді өте аз, жоқ десе де болады қазіргі заманда. Кезінде жаңағы Базаралы ағаларымыз, Жарқын ағаларымыз әкелді ғой енді. Санкт-Петербургтен жазып келді деген сияқты. Одан кейін де бірнеше дауыстар, жаңағы Ахмет Жұмановтардың жас кезіндегі орындаған дауыстарына дейін әкелген ғой, бертінге дейін оның сондай жұмыстар жалғасқан. Бұл Алтын қорға кім көрінген материал әкеле бермейді ғой. Оны түсінген адам, соның құнын түсінген, соның келешек жастарға керек болады ау деген жанашыр адамдардың әрекеті ғой. Шын, Оңғардың да сол тыңдап көріп жүргені сол не бар екен ішінде деп, ол да бір жанашырлық. Бір естіген Қалқаман ағамыздан 2 айда ма, 3 айда ма бір рет жолға шығатынбыз деп. Сонда жаңа жазатын аппараты бар, несі бар, несі бар, әнші көші бар, Қазақстан аралап, сонда бұрыннан айтылып, бірақ халыққа белгісіз айтады да қояды. Сонда әндерді жинап келдік деп. Соған өзі радио кәдімгідей мән беріп, көлік беріп, көмектескен екен. Қазір көп нәрсе жалғасын таппай жатыр ғой. Міне сондай жұмыста жалғасын тапса, оған арнайы адам өлсе, жаңашылық танытып отырса, қандай жақсы. Міне осынша Әміре көкеміздің дауысын тыңдап қандай жақсы. Әрине, 1948 жылдан бастап Алтын қор деп аталған жоқ, ол Қазақ радиосының фонотекасы деп аталды. Оның аталуы 1987 жылы солай Алтын қор деп аталған екен. Себебі оған кім қандай түрткі жасады? Ескі телеарна бар ғой, мына қазір қайта салынып жатыр, соның орнында телеарнаның кісілері де, радионың кісілері де сол жерде жұмыс істеген. Фонотека ғана болған. 1986 жылы біздің мынау Манарбек Ержановтың қызы Гаухар Манарбековна менен Мәкен Арсанбаева Мәскеуге барады. Мәскеуге бараттағы олардың жүйесі қалай екен, Алтын қорының фонотекасының жүйесі қалай екен деп барып, біліп, танысып, сол жерден үлгі алып, Алтын қордың негізін салған сол кісілер жүйеге келтірген, картотекаға келтірген. Одан кейін 1948 жылдан бастап, содан келіп 1987 жылы жүйеге келтірілді. Ол кезде мынау аулада болған, олардың мекемесі, отыратын орындар тар болған. Содан 1990 жылы мына Сағат Ашынбаев ағамыз басқарған кезде оларға мынау қазіргі отырған Алтын қордың орнын беріп, содан кейін жаңағы картотекаларын орнына қойып деген, кең жерге барып, бірнеше адамдарды жұмысқа алып деген сияқты ары қарай өркендеп кеткен. Енді бір жақсысы біздің Алтын қордың кімді сұрасаң да, қай жылғы деп сұрасаң да, бәрі де бөлімге бөлініп тұр. Авторы, операторы кім, режиссері кім, қай уақытта жазылды, ансамбль ма, оркестр ма, осының бәрі айдан анық тез табылады. Картотеканы бертінде мына осы 2002 жылдары міне біздің жаңа кім айтып кетті, Оңғар Базаралы Мүфтеке деген өте білімді, жаңағы Жетісу өңірінің күйшілік дәстүрін зерттеуші, өзі керемет күйші, бір сондай дарынды жігітіміз бар еді. Сол жігіт келіп,
біздің каталогымызды жөндеп, мына электрондық тәсілге көшіріп бәрін, осының бәрін реттеп келе жатқан сол жігіт еді. Әрине оның еңбегі өте зор. Базекеңнің бір айтып кеткені, Мәскеудің архивінде бізге керек өте көп дүние бар деді. Бірақ оған ақша бөлінсе, шіркін-ай, біз бәрін бері қарай алып келуші едік деп. Ол жақта мынау кезінде концерт қоя барады, немесе арнайы шақырады әнші күйшілерді. Сол кезде жазып алған дүниелер көп екен. Оны кейін біз солармен ақылдаса отырып, қазір алдағы уақытта алуымыз керек деп ойлаймын. Қазақ телевизиясында жұмыс істеп жүргеніме 20 жылдай болды ғой, иә. Мен өмірден өткен тұлғаларды насихаттаймын. Енді қазір ойлап тұрмын, бізде жасанды интеллект дамыды. Қазір енді Әміренің даусына, және Әміренің суретін қойсаңыз, ол өзі айтып тұрғандай болады. Сондай да жасау мүмкіндіктерін қарастыру керек сияқты. Өйткені Қазақ радиосының алтын қоры туралы хабар жасаймын деп фонотекаға кірдім да шыға алмай қалдым. Өйткені бұл мынау мұхиттың мұхиты екен. Оның ішінде маржанның маржандары жатыр екен. Содан мен бүйтіп Алтын апаймен ақылдаса отырып, бұл дауыстарды екіге бөлуге болады екен. Әншілердің дауысы және қоғам қайраткерлерінің, танымал тұлғалардың үні деп бөлуге болады екен. Содан хабар қозғайды. Өткенде біз Мұрат Каримуллин жүргізген көңілсаз хабарын жасап отырған кезде, сіз білесіз, апай, Саламат Қазақбаевты. Сол бір естелігінде айтып қалады. Осы алтын қорды толықтыруға Әмина Нұғманованың ерекше еңбегі болды дейді. Тыңдайықшы. Әмина Нұғманова деген апайымыз бар. Сол кісінің нұсқауымен Қазақ радиосының Золотой фондынан алтын қорынан көптеген әншілердің, мынау ескі әншілердің көптеген ескі әндерді алып жатырмыз, жазып. Батыс, әр елдің арқаның дәстүрі, жыр дәстүрі, әр әндерін алып жатырмыз. Енді халық бізге үлкен сенім артып отырғаннан кейін ойлаймын, еңбектену керек сияқты. Жалпы бұл кісінің айтып отырғаны, алтын қорда олар студент, бірінші курс университет, халық әні кафедрасы ашылған кез, сол кезде біз әндерді жинап келіп, бізге тапсырма береді. Ол ұстазы Әмина Нұғманова алтын қорға тапсыратымыз дейді. Әмина апамыз түбі сол Қытай елінен келген әнші ғой. Ол жақтың біз білмейтін қаншама әндері бар. Солардың бәрін нотасымен әкеліп, сол өткізген, өзі де көптеген әндерді өзінің орындауында бізге алтын қорға өткізген. Әрине ол кісі өнер зерттеушісі болды ғой, тек қана әнші емес, қыздар педагогика институтында сабақ берді көп жылы. Және де осы өзінің алып келген әндерін халыққа үйретті, әншілеріміз осы күнге дейін орындап жүр. Ол әндер енді нағыз тұнып тұрған бір сезімге толы халық әндері еді ғой. Аға, мына Саламат Қазақбаев айтып отырған кез 1988 жылдар, 87-88. Ал Қазақ радиосының алтын қор аталуы 1987 жыл. Ол кезде сіз жұмыс істедіңіз. Сол кездегі Қазақ радиосының хабарлары, жазылуы қалай жүзеге асушы еді? Ол кезде бізде Темірхан Момбекұлы деген жігіт істеді. Сол біздің мен қаламгерде істеп жүрдім. Сонда көбінесе мен хабар дайындауға уақытым жоқ, жұртты күн оқимын, өйтем. Темірхан соған шебер еді. Күнде болмағанда 2-3 хабар өткізіп тұрады. Мен де 1-2 хабарын өткізіп жүрдім. Мынаны өткізбейсің ба? Әжептәуір дүние деп. Сондай жанашыр адамдар шынында да керек. Ол зарға аяқ қол жерге тимей жүретін. Иә, сол кезде бізде сондай жұмыстар болды. Сосын осы алтын қорға бір қауіп төнгенде кез болды ғой деймін, алтын. Сол алтын қорды басқарып отырған кезде мен алтын қордан бір үнтаспаны сыртқа шығарған жоқпын. Сұрайтындар болды, мемлекеттік мұрағатта сұрады. Сонда енді бір қарасаң енді кешіріммен қарауға болады, ол білмеген уышет дейді ғой. Мынау Ресейдің көптеген керемет әдеби музыкалық хабарлары, классикалық музыкадан хабарлар, концерттер утилизацияға ешқандай жатпайды. Ол алтын қорға алынған дүниеге ешкімнің қол сұғуына рұқсат жоқ. Солардың бәрін орнына қойып кеттім. Біз жұмыс істеген кезде мынау бүкіл дүние жүзінің ән әуендерін, одан кейін көптеген мынау біздің СНГ дейді ғой, солардың шығармаларын біз насихаттайтынбыз. Прибалтика халықтарының ән әуендері, Орта Азия халықтарының ән әуендері, немесе үндінің би әуендері деген сияқты
соның бәрін айналдырып отыратынбыз. Алтын қор толық эфирден шығып отыратын. Оңғар мырза, өзіңіз қазір Алтын қор хабарларының жауапты редакторысыз, иә? Сағат 10-нан 11-ге дейін күнделікті Алтын қордан хабарлар беріледі, иә? Кімдерді жиі тыңдағысы келеді? Сондай бір байланыс бар ма, орнатылған ба ондай? Енді бір керемет байланыс бар деп айта алмаймын, бірақ дегенмен маған хабарласып жататын адамдар бар, тыңдаушыларымыз. Әрине үлкен аға буын өкілдері, мысалы Түркістаннан бір апай хабарласады, ылғи хабарласады. Тыңдап отырады ғой енді. Илья Жақановтың дайындаған хабарларын беріңдерші. Илья Жақановтың хабарларын беріңдерші деймін. Мен енді Илья Жақанов ағамыздың хабарлары жаңағы 45-50 минуттай болады. Өзіме 1 сағат хабар толтыруым керек блогты. Сонда мен әр сейсенбі күні мүмкіндігінше Илья ағамыздың дайындан хабарларын беруге тырысамын. Себебі хабарлар өте көп Илья ағамыздың. Және тыңдаған кезде керемет адамға әсер береді. Және мынау жастық шақты еске алады деген сияқты мекен. Сондай бір апайымыз сөйтіп ылғи Илья ағамыздың сұрайды. Сен басқаны бермесең де Илья ағамыздың хабарларын берші деп жатады. Өткенде жақында Жанат Елшібек деген ағамыз хабарласты. Иә. Сонымен кешегі хабар тыңдай алмай қалдым деп Алтын қордың хабарларын сұрап жатыр да, қалай тыңдасам болады деп. Сөйтіп таңғалғаным, 10 күнде, мен соңғы 10 күндегі не бергендігін бәрін айтып отыр ғой. Кешегі алдыңғы мынаны бердің, одан мына числода мынаны бердің, мына күні мынаны бердің. Ана жердегі анау ол былай емес, былай еді ғой деп бір сондай тыңдаушыларымыз бар. Бізде тұтас не беріп жатқанымызды, Алтын қорда не беріп жатқанымызды тыңдайды. Өткенде бір күні бір жолға шығатын болыпты, такси ұстап шақырды, шақырасың ғой. Үлкен ақсақал екен таксиде. Әңгімелесіп отырып, қайда жұмыс істейсіз деп қалдым. Мен Шалқар радиосында істеймін. Атың кім? Оңғар. Сен Оңғар құралсың ғой. Мен сенің Алтын қорыңды күнде тыңдаймын. Кешегі ғана хабарларың өте керемет болды. Осы бұрынғы ағаларымыздың хабарлары тыңдасаң тыңдағың келе береді. Қазір сендердің хабарларың ондай емес, шынын айтайыншы деп турасын айтып отырды. Бұрын кездегі әуен, әрлеу, дауыс, дикторлар оқитын еді ол кезде. Соның барлығы басқаша әсер. Яғни кәсіби тұрғыдан жоғары дайындалатын еді. Қазір енді ондай мүмкіндік аз бізде. Диктор жоқ бізде деген сияқты. Тағы да басқа түрлі жағдайлар бар. Мен Алтын қорға кірдім да, мен рахаттандым. Мен мысалы үшін ана дауыста естігім келеді, мына дауыста естігім келеді. Сосын ойладым, Әміре Қашаубаев тұрған жерде Күләш Байсейітова неге тыңдамасқа біздің көрермендер деп. Сөйтіп ол кісінің қандай әндері сақталды екен десем, кейбір әндерінің 7 әні бар екен. Жанына реставрацияланған. Бұл не деймін? Сонда бір ғана әні реставрацияланбаған екен. Бұл Гәкку. Тыңдайықшы. Осы дауыста алтын тапқандай мен өзімнің режиссердің ассистенті осында пультта отыр, Кәмшат Искаковаға айтамын. Кәмшат, Алтын қордан Гәккуді таптым. Сөйтсем айтады, апай, бізде оның видеосы да бар дейді. Сонымен екеуісінің дауысын салыстырсақ, екеуісі бір дауыс екен. Яғни реставрация жасалынбаған. Сонда түсінбедім, реставрация жасау қашан жасалынады, не үшін жасалынады? Реставрация деген енді мынау Мақат Садық бізге директор болып келген кезде қазақ өнерінің антологиясын шығармақшы болып, көптеген адамдарды жағы келісім шартпенен жұмысқа алды. Сол кезде Амангелді Сәндібай ішінде соны басқарып жүрді. Сол Амангелдінің айтуы бойынша, мына Күләштің жаңағы бір әнінің өзін 2 күн тазарттым дейді. Ол бірнеше жаңа дыбыс, артық дыбыс болады, сытыр дыбыс болады, тағы да шаң сияқты бір дыбыстар болады. Соның бәрін тазартып келгенде, қазіргі CD дауыста айтатын әншілер бар ғой, CD форматта. Сол сияқты тыңдағанда
міне қасыңда тұрып айтып тұрған сияқты. Ол үшін әлі де көп дүние жасау керек. Біздің жалпы алтын қорды түгел сандық тәсілге түсірді ғой, бірақ та олар тек қана сол қалай айтылды, солай жазылды. Оның деңгейін көтеру керек, солай тазалау керек деген сияқты. Сондықтан алдағы уақытта соған көп мән берсе екен деп ойлаймын. Күләш Байсейітованы айтып жатырмыз, оның даусының ерекшеліктері сақталынған деп жатырмыз. Жаңағы тазалау керек деп жатырмыз, ол қандай техникамен жүзеге асады? Енді қазір жаңарып жатқан шығар, мен радиода. Сіздің кезіңізде қалай жасалды? Менің кезімде ондай онша күрделі болған жоқ. Сол жағы табылғанын алып, беріп, сөйтіп жататын. Жоқ, тазалау, жаңағы реставрация жасау сіздің кезіңізде болды ма, болған жоқ? Ол кезде болған жоқ. Бұл жаңа Алтын апай да айтып жатыр ғой. 2011-ші, 12-ші, 13-ші жылдары сол кезде мұнда деңізші, мұнда ғана келісім шартпен оны кез келген және оператор дейміз ба, дыбыс режиссер дейміз, оны жасай алмайды. Оған техника бәрі компьютермен атқарылады әрине. Бірақ оның өнімділігі апай айтпақшы көп болса, бір күнде бір әнді реставрация өңдейді, былайша айтқанда ше. Бір әнді 3 минуттық әнді бір күн уақыт кетеді аны өңдеуге. Яғни өзіңіз ойлаңыз, енді 365 күнде 365 ән жасалған жоқ ол жерде ше. Сонда енді қанша екенін әзір санын айта алмаймын. Ол яғни 1% атқарылған жоқ қой. Ол бізді қордағы дүниенің 1% реставрациядан өткен жоқ. Бірақ өткен әндер бар. Мысалы, Манарбек Ержановтың әндері бар. Мысалы, қойсаңыз, ана көнесі жаңағыдай сықыр көпті, реставрациядан өңдеуден өткені анықтау өсіледі кәдімгідей. Себебі ана ішін тазалайды. Яғни былайша айтқанда ол жұмыс өзіңіз айтпақшы жалғасу керек. Мақсат эфирге таза ән, таза дауыс беру керек. Біздің радио енді үннің аспабы, құралы. Сондықтан біз таза беруіміз керек. Оны жасауға көп күш керек былайша айтқанда. Себебі уақыт та керек. Техника керек. Техника керек. Айтып отырмын, бір әнді бір күн, көп болса 2 әнді ғана реставрациядан өткізеді. Бұл біздің қазақ әні үшін, қазақ радио үшін, қазақ өнер үшін керек дүние. Ол жалғасу керек дейсіз ғой. Иә, жалғасу керек. Енді қазақ радиосы десек, Әнуар Байжанбаев есімізге түседі. Екеуі егіз ұғым. Ол Алматыдан сөйлеп тұрмыз деген сөзінің өзі қандай еді, Ендіше Әнуар ағамызға кезек берейікші. Ол кісі Алматыдан ғана сөйлемепті, ол өлең оқыпты. Өзге емес, өзім айтам өз жайымда, жүрегім жалынатқан сөз дайында, тереңде тұнып жатқан дауыл күйді тербетіп тулатып бір қосқайында. Аман жол Рақымжанның қасымымын, мен қалған бір атаның ғасырымын, біреуге жұртта қалған жасылымын, біреуге аспандағы асылымын. Шарлаған жолым жатыр жер бетінде, көрінер күлің көсі келбетімде. Қай жерде үзіледі қайран сапар, түйін боп өмірімнің бір шетінде. Сол жерге қалармын ба, мәңгі тоқтап, жоғалып жер бетінен сүрлеу соқпақ. Немесе бастармын ба екінші өмір, жалынды жыр жолында қызыл шоққа. Дүние жалт-жұлт еткен кең мекенім, көре алмай көп жеріңді мен кетемін. Арпалы сала құйын заманалар, арбасып тұрып алды мен нетемін. Өмір жоқ түскен жерде бір арнаға, көп күттім, көп тіледім құмарлана. Қайтейін жетер емес қыс көмірім, алыстан көрінгенмен мұнарлана. Сен неткен бақыт дедің келер ұрпақ, қараймын елесіңе мен таңырқап. Жаңғыртып жер сарайын сен келгенде, көрпемді мен жатармын қырдағымда. Қандай дауыс, керемет керемет. Аға, көзін көрдіңіз ғой, Әнуар аға? Әнуарды көзін көрдім. Қандай адам еді? Жұмысқа қалай келуші еді? Мен жұмыста бірге істеген жоқпын. Мен сол жұмысқа дейін радиоға келіп жүргенде бір рет көрдім. Қызығып еріп жүрдім жанына дегендей. Өзі ақ көңіл солатын. Сосын ештеңеден ол пірім жария дейді, қазақшасы бірден айтып жоқ. Анауыңды көр, мынауыңды әкел. Бұл онша болады. Не жоқ. Анық, ашық көз, қалай сөйлеп тұрса, дауысты ашық, көңілде ашық. Сосын Қасымның өлеңін де бекер оқып отқан жоқ. Қазақтың ең кемеңгер ақыны ғой, қазақ. Абайдан кейін деп жүрміз ғой, соның өзін қандай оқып отыр. Кәдімгі осы қасында тұрып оқып тұрғандай. Тамаша. Демек, ол кісінің сол өлеңнің қадір қасиетіне жетіп тұр ғой. Өлең оққанда соны түсініп оқып тұр деңізші, өзінің жүрегінен өткізіп оқып. Кәдімгі
ән салғандай. Жаңағының Қасымның өзі де мақтақын ғой, өлеңінің қатарының өзі ән сияқты. Кәдімгі Құйылып кеп отыр. Сәл бірден қоссаң музыка болып кетейін деп тұр. Біздікінде қиналып кестіріп дегенде анау мынауымыз өзі дайын тұр. Біздің қазақтың ең бір өзге халықтан артықшылығы жадының мықтылығы. Баяғыда біздің сөздеріміз не бір мақал мәтелдерді мынау Қытайлар тіпті арнайы бір полк шығарып тауға тасқа жағып кеткен жерінен бомбалап өшіреді екен, қазақ білмесін деп. Өйткені қазақ соғысқа шығарда бір таудың арасында кіріп кетеді дейді. Соғысына айқайлап шығады дейді. Не бәле бар деп барса, жаңағы елің үшін аянба, бірдеңе деген сөздер жасар екен. Одан да қиратқаннан кейін жадына сақтайтын болған ғой. Не деген мықты, соншама мақал мәтел жадына сақтау. Мықты. Сондай халықтың жақсы қасиетін, құндылығын сақтау керек. Қазақта құндылық көп, бірақ біз басқа нәрсемен басып кете береміз. Экономика дейміз, басқа дейміз. Мысалға сәл нәрсені айта алайықшы. Мысалы, үйге кіріп бартқанда қойшы айтады, малын бәрін қамап балатып жеп, аспанға бір қарайды. Ертең шамалы жаңбыр жел барады екен. Ертең мен былай түстікке қарай шығарайын дейді. Көрдіңіз бе? Ешкімде радио ішінде басқа айтып отыр өзі. Ертең дәл сол айтқандай болады. Дала философиясы, міне осы құндылықтарды біз жеткізуіміз керек, тіпті мектепте оқытуымыз керек. Ұят қой біздің қазақ білмегеніміз. Басқа халық білмейді оны. Қазаққа Құдай берген оны, қанына берген. Қасым ағаның дауысы ағамның рухани ішінде жатқан бір бұлқыныстарын оятып жіберді. Әнекеңе байланысты тағы да қосып кетейін, жаңағы қазақтың Байжанбаевы деген кітап шықты деп жатырмыз ғой. Аманжан Серіков диктор ағамыз ұйымдастыруымен. Одан басқа, мысалы, 100 жылдығына орай Әнекеңнің былтыр Алматыда Шалқар радиосының студиясында Байжанбаев атындағы студия ашылды. Яғни қазір тікелей эфир жүріп жатқан студия Байжанбаев атындағы студия. Одан басқа Байжанбаев атындағы дикторлар конкурсын ұйымдастырдық. Оның да жаңағы бірнеше жас қатысып, жастардың сонда біз таңғалғанымыз, радионы жастар тыңдамайды деп ойлаймыз ғой. Жоқ, керемет, мықты, талантты жастар бар екен. Жер-жерден келіп қатысып, сөйтіп Талдықорғандағы бір жас жігіт керемет дауысымен ұтып алып кеткен болатын, жеңімпаз болып. Сонда былайша айтқанда Байжанбаевтың несін, атақ даңқын біз әлде де мәртебесін көтеріп жатырмыз. Жаңағы дауысқа байланысты тағы да қосайын дегенім, жаңағы Байжанбаевтың өлең оқыған кезде ішіне кіріп оқиды деп жатырмыз ғой. Сол кездерде, енді мен 1993 жылы жұмысқа келдім. Сол кезде бізде, мен әдебиет редакциясында жұмыс істеген кезде, Алтынбек Халықұлы деген дыбыс режиссер болды. Мұрат Ыбыраев деген музыкалық режиссер болды. Яғни бір хабарға бір редактор болса, бір дыбыс режиссер, бір музыкалық режиссер және оператор. Сонда 4 адам атқаратын да жұмысты. Енді айтайын деп жатқан не? Біз келіп, енді жаспыз ғой. Өлең оқып жатсақ, Алтынбек ағамыз жазып жатады ғой студияда, арғы беттен қарап отырамыз, ортада әйнек. Тоқта дейді. Айтып жатсаң, оқып жатсаң, тоқта дейді. Сен әндетпе дейді, өлең оқыған кезде. Әндетпей оқы дейді. Жаңа көрдіңіз бе? Ән жоқ. Ән жоқ. Тек өлең, таза өлең. Біз осылай өлеңіміз бір әндетіп, әуендетіп, бүйтіп айтамыз ғой. Ақындар да сөйтіп ғой кейде. Бұл жерде жаңағы бізді солай үйрететін жаңағы режиссерлар. Әндетпей оқы. Сонда сөзің анық шығады деп. Сондай бізде мектеп қалып бара жатқаны өкінішті. Қазір бізде режиссер жоқ деп себебі. Дыбыс режиссер жоқ. Мықты ақындар болады, мықты жазады, бірақ олар мықты оқи алмайды. Бірақ осындай Әнуар ағамыз сияқты мықты оқитын дикторлар болады. Өз заманының үлкен бір тұлғасы ғой ол кісі. Қазақ радиосындағы жалғыз халық әртісі осы Әнуар ағамыз. Мына хабарда да дауыс біз қазақ радиосынан алынған, бірақ видеоны жасаған үннің кетпес құлақтан деген арнайы жоба дайындалған, сол жерден алып отырмыз, ол біздің алтын қорымызда сақтаулы. Қазақ радиосында жаңағы ерекше тұлғалардың үні болады, және әншілердің әні қалады деп. Енді үн дегеннен шығады. Үн деген енді адамның өзінің дауысы, иә. Мен енді дауыстардан кім бар екен деп қарасам, маған бірінші көзіме түскені Мұхтар Әуезов болды. Өйткені Мұхтар Әуезов туралы қанша хабар жасалынды, бірақ біздің ағаларымыз айтады, оның дауысы әуездеді, оның дауысы баурап алатын. Мен оның лекциясын көрген жоқпын. Сондықтан мен ол дауысты естігім келді. Мен ғана емес, мынау Абай арнасында отырғаннан кейін Абай ТВ-ның көрермендері де естісін деп Мұхтар Әуезовтың дауысын алып едім қазақ радиосынан, бірақ видеосы жеткен жерге дейін біз өзімізден жаптық, көрейік. Семинарияны бітірісімен Мұхтар Әуезов партиялық қоғамдық әралуан қызметтер атқарып, сонымен бірге әдеби қызметпен де шұғылдана бастайды. Мұхтар Әуезов 1928 жылы Ленинград университетінің қоғамдық ғылымдар факультетінің философия бөлімін, одан соң Ташкент қаласындағы Орта Азия университетінің аспирантурасын бітіреді.
Содан бастап ол ұзақ жылдар бойына жазушылықпен бірге үлкен ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізіп, өмірінің ақтық минуттарына дейін педагогтық қызметті қатар атқарып келді. Мұқан тек жазушылықпен ғана айналысқан жоқ. Сол кездегі өмір талабына сай үлкен істерге де құлшына кірісті. Соның бірі 1958 жылы Ташкент қаласында өткен Азия, Африка елдері жазушыларының конференциясына қатысып сөз сөйлеген. Орынды ой айтып, қазақ жазушыларының алдында тұрған міндеттерге тоқталған. Енді бір сәт сонда сөйлеген Мұхтар Әуезовтің үніне құлақ түріңіздер. Мен бұл сөзді неден бастасам екен деп ойлағанда, мынандай бір жай еске түсті. Bir can elde bir suhbatta körgönde aytayım ba, estigende aytayım ba depti. Sonda sınçı tыңдаушысы körgönde ayt. Sebebi körgön şın, estigen ötürük depti. Algaçka kisi ötürük ben şınның arası kança degende, әлгі сынчы екі арасы тым жақын, төрт ағелі, көзбен көрген шын, құлақпен естіген өтірік депті. Өзімшілдікпен емес, тек бір сәтке жаңағы сыншыны қостағандықтан, өз өмірімде, өз көзіммен көрген кейбір жайларыма мегзейін. 6 жасар шағымда үлкен әкемнің киіз үйінде бір күні қағазға жазылған өлең көрдім. Үлкендер әндетіп, бала таулы өзіміз шырқатып жүрген ән сөзі қағаз жүзіне үнсіз, жым-жырт қонып жатыр дегенге таң болдым. Атам бұл сөз Абай ақын өлеңі дегенде әсіресе хайран едім. Ералы жайлауындағы бар ауылдарымыз өзі жоқта да сөзін көріп, тыңдап отырғаны Абайға қандай жақсы екен деп ойлап едім. Сол Абай 60 жыл өмір жасап, өлеңдері тек жазба күйді, тек жайлауларға ғана мәлім болып дүние салды. Ол менің 6 жаста көргенім еді. Ал бүгін 60 жасымда сол Абай жөнінде көзбен көріп тұрғаным өзгеше шындықты айтады. Абай мұраларын өз тілінде тек қазақ қана емес, орыс, өзбек, түрікмен, тәжік, қырғыз және басқа да көп тілді отанымыздың көп көбелі өз тілінде оқиды. Абайдың өзі өмірі туралы кинофильм, опера, трагедия және 4 томдық роман жазылды. Сол роман 25 тілге аударылып, Абайдың өмірі мен дәуірін, өткен ғасырдағы халқының болмысын баяндайды. Қазақ халқының Алматыдағы академиялық опера балет театры Абай атымен аталады. Ақынның өз шағында жалғыз әнші қос шекті домбырамен айтатын әндерін бүгін Қазақстанның халық артистері симфониялық оркестрмен жырлайды. Бұл менің Қазақстанда бүгін көріп тұрған жайларым. Қандай керемет, е? Бүкіл Абай туралы не істелініп жатыр, қандай ерекшеліктері бар, қандай жетістіктері бар, соның бәрін айтып отыр. Бірақ бұл хабарды мен таңғалғаным басында Аманжан аға оқыды. Одан кейін Сайлаубек аға оқыды. Олар неге кезектесіп оқып отыр? Меніңше Сайлаубай ағаның еске алу хабары ғой. Мұхтар Әуезовке арналған хабары. Сонда Мұхтар Әуезов қаламгер деп аталады екен. Қаламгер хабарын дайындаған кезде Әуезовтің дауысын беріп отыр. Ал енді цитаты болса, біз дикторға оқытып алатын сондай дауысты өзгерту. Аманжан аға диктордың рөлін ойнап отыр ғой? Иә, диктордың жаңағы бір ашып беру мүмкін хабарды. Ашып жабылу дейді. Немесе ортада бір афоризмдер оқылуы мүмкін ғой, бір цитат дейді ғой. Сондай дәйек сөздер оқыған кезде біз дикторға оқытып аламыз. Соның мақсаты неде сонда? Ол әдемі жеткізу үшін. Ол құнды ғой. Бір ауыз сөйлемге керемет ой айтылған. Соны біз мысалы әйел дауысы, әдемі жеткізудің ар жағында тыңдарман өзіңізге баурау ғой, тарту. Айналып келгенде радио үнмен жасалады ғой. Мысалы телеарна өзіңіз білесіз, бәрі видеомен жасалады, бейнемен. Радионың артықшылығы үн.
Егер бірыңғай өзіңіз айтпақшы монотонный бір адам сөйлей берсе, ол жалықтыруы мүмкін ғой. Сондықтан біз әртүрлі дауыстармен, әртүрлі үндермен, дыбыстармен, мысалы музыкамен деген сияқты әндермен, күйлермен көркемдесек, сол тақырыпқа орай, ол әдемі әсерлі шығады. Сол үшін де қажет ол. Мұндай енді Мұхтар Әуезов өзінің заманының кемеңгер тұлғасы. Қазақтың енді классик жазушысы, иә. Қазір осындай хабарлар дайындала ма? Біздің арамызда да халық жазушылары бар ғой. Софы Сматаев бар деген сияқты, Смағұл Елубаев бар. Мысалы, бізде Шалқар радиосында қазір Дарабоз деген хабар Жанар Оразымбетқызы әріптесім дайындап жатады. Осы белгілі үлкен тұлғалар, енді көбінесе өмірден өтіп кеткен тұлғаларға жасап. Жоқ, мен тірілерін айтып отырмын. Тірілерге де жасап жатады. Мысалы, Асанәлі Әшімовке де арнап жасап жатты. Мысалы, Бекжан Тұрысқа да жасап жатты. Енді мысалы өмірден өткен адамдарға да сонда. Яғни ол хабардың ішінде бірнеше дыбыс қосылады. Яғни Алтын қордағы егер сол кісі туралы айтқан пікірлері болса, соны қосады. Өзінің дауысы. Мысалы, Асанәлі Әшімов туралы Шәкен Айманов айтса, соны да қосамыз. Шәкен Аймановтың дауысын қосым ол. Одан кейін тірілердің де дауысын барып жазып алады да, ол мысалы белгілі адамдардың сол туралы айтқан. Яғни бұрынғы радионың өзінің салып кеткен сара жолынан айнымай келе жатыр. Өйткені ертең 50 жылдан кейін қазіргі Асанәлінің, қазіргі Смағұл Елубайдың да дауысын естігісі келетін ұрпақ келеді ғой. Бұрынғыдай бола қоймас. Бұрынғы мен мысалы мен әдебиет редакциясында жұмыс істедім өзім. 94-ден 97-ге 3-4 жыл жұмыс істедім. Күн сайын міне сол кезде Сәрсенбек ағамыз бөлім бастығы болды. Жетекшіміз Дүйсенбек Қанатбаев болды. Сонда күн сайын қаламгер өтеді. Күн сайын қаламгер деген хабар, жарты сағаттық хабар өтеді. Мен аптасында біреуіне жауаптымын. Сол сияқты аға біреуіне жауапты. Темірхан Момбекұл біреуіне, Амина Жалалқызы біреуіне деген сияқты. Тағы да басқа қызмет. Яғни күн сайын бір қаламгер өту деген сөз, күн сайын қаламгерге арналған сен хабар дайындайсың. Яғни дауыстарды іздейсің. Яғни бір Дулат Исабековке арналған хабар болса, яғни сол Дулат ағаға байланысты немесе өзін жазып аласыз ғой. Ал қазір Дарабоз деп атымыз ғой. Ол аптасында көп болса бір хабар жасай алады. Бұл басқа мүмкіндік жоқ. Ал ол кезде, бұрынғы кезде, мысалы 90-шы жылдары мен жұмыс істеген кездерде әдебиет редакциясында күн сайын бір қаламгер дайындалады. Яғни әдебиет редакциясының өзінде Шалқар өз алдына бөлек тағы да жасап жатады. Одан басқа насихат деген редакция болды ғой. Оның ішінде де дала шұғыласы деген сияқты хабарлар болды. Мысалы Бағдат Мүптеке апайларымыз. Олар да жаңағы ел аралап жүріп, ауыл шаруашылық қызметкерлерін жазып жүрген кезде бір ақындарды, сондай жақсы көркем сөйлейтін адамдар болса, оларды жазып, дала шұғыласы деген бір көркем хабар жасайтын. Анау редакцияда насихатқа арналған әлеуметтік қоғамдық хабарлардың ішінде де жексенбі күндері сондай хабарлар өтіп жатады. Яғни бұрынғы кезде біз руханияттың өкілдері дейікші, сондай ұлы тұлғаларымыз бар, белгілі адамдарымызды көп насихаттап жаздық та, қазіргі кезде ондай мүмкіндік жоқ. Шалқар радиосын ұлттық негізде ұстап отырмыз ғой. Ретро радио дегенге келеді, бірақ ретро деген тек қана ескілерді бер ғой. Біз қазір жаңа әндерді береміз, бірақ ұлттық негіздегі жазылған жаңа орындаудағы әндер де беріліп жатады. Және бұрынғы әндер де беріліп жатады. Жаңа әдемі сөз айтып қалдыңыз, Бағдат Мүптеке қызы сыртта ауылдарда жүргенде де көркем сөйлейтін адамдарды тартатын деп. Яғни радио бәрібір әуезді ән, әуезді сөз, әуезді үнге құштар. Құлақ соны тыңдағысы келіп тұрады. Құлақ арқылы қабылдайсың ғой. Ал көркем сөйлей алмайтын да бір керемет тұлғалар болады, оны қалай шығарасыздар? Бас редакторларымыз айтатын, сендер жақсы сөйлемейтін адамдарды қайтесіңдер. Мүмкіндігінше жақсы сөйлейтін адам, олар үлгі ғой. Жақсы сөйлеген адамды берсең, тыңдаған адамның құрышын қандырады, құлақтың құрышын қандырады деп айтатын да. Сондықтан мүмкіндігінше сондай жақсы сөйлейтін адамдарды беретінбіз. Енді бір жаңағы кімге, Бағдат апайға байланысты айтайын. Сол жерде Юрий Филиппов деген ағамыз жұмыс істеді, енді өмірден өтіп кетті. Сол кісі енді орысша хабар дайындайды ғой. Ол да жаңағы ел аралап хабар жасайды, ауыл шаруашылық қызметкерлеріне арналған. Бірақ ана хабарды тыңдап отырсаңыз, кілең бір әнші, частушка айтатын аға апаларымыз бар, жаңағы орыстар ғой барлығы. Көркемөнерпаздар. Кілең көркемөнерпаздар. Жүрген жері той думан ба, ана енді хабарды тыңдасаң бас ала алмай қаласың. Орысша ғой. Бірақ ана сондай бір частушканда керемет айтатын апалар тауып алады. Кілең жақсы адамдар, жақсы сөйлейтін адамдар тауып алады. Яғни біз Інжу Маржан Терген сияқты журналистер солай ғой. Жақсы сөйлейтін адамды ұсынсаң, ол адамдар соны тыңдайды. Бір кішкене оқиғаны айта кетейін. Мен жаңалықтар редакциясында жұмыс істедім 97-2007 10 жыл 2007 жылдар аралығында. Сонда 2000 жылдардың төңірегі болу керек, енді нақты есімде жоқ. Бізде облыстық тілшілер болатын. 98 жылы ғой деймін тіпті. Сонда Шығыс Қазақстандағы, енді тілшіні білмеймін, ол кезде мен жаспын, өзі жұмысқа келгенде 5-6 жыл ғана болған. Сонда Шығыс Қазақстандағы тілшіміз Семейден болу керек. Маған ол кезде жаңалықтарда істеймін, жаңалықтарға 1 минуттық, 2 минуттық таспа береді. Таспаны былай қолмен бермейді,
дыбыс арқылы телефонмен жазып алады. Телефонға қосады, аппаратты мына жақтан телефонға сымға қосады, сөйтіп жазып алады. Яғни сапасы керемет емес деген сөз ғой, студиямыз. Сол кезде сол тілші маған хабарласады да, мынау Әуезовке арналған бір іс-шара өткен еді. Әуезовтың дауысын тауып алдым. Соны сіздерге берейін, эфирге жараса көрерсіздер деді. 2 минуттық па, 1,5 минут па дауыс. Әуезовтың дауысы Семейде сөйлеген дауыс екен. Соны жазып алдым да эфирге бердім. Бірақ Әуезовтың дауысы ғой деп сақтап жүрдім да, сосын Алтын қорға өткіздім. Яғни Алтын қорда Әуезовтің бір дауысы бар. Бұған дейін айтылып келатқан жаңағы Ташкенттегі Азия, Африка елдер жазушыларының біз беріп отырған. Сіз бердіңіз жаңағы конференциясында сөйлеген сөз. Екінші дауыс жаңағы Шығыс Қазақстандағы тілшіміз, енді аты жөнін ұмытып тұрмын, соның берген дауысы 1,5-2 минуттай біздің Алтын қорымызда бар. Оңғардың Алтын қоры деген хабар жасатын сияқтымыз ғой. Жоқ, анау Мүсіреповтің де дауысы бар, Момышұлының да дауысы бар, бізден Сәбит Мұқановтың кез келген осы мықты ақын жазушылардың барлығының дауысы сақталған. Соны біз эфирден мен жаңағы күн сайын беріп отырамын ғой. Одан басқа біздің әріптестеріміз де өздерінің ыңғайына қарай, мысалы үшін Мөлдір Жанбаева деген әріптесіміз бұл қай қазақ деген сияқты сондай хабар ұйымдастырғанда дауысын беріп, бұны кім таныды деген сияқты сол Алтын қордан дауыстар алып отырады. Жаңа Жанарды айттым, Гүлназ Молдабергенова, Гүлмира Нәлібай, осылар барлық хабарларында қандай да бір үзіктер, дыбыстар, жаңа 1-2 минут болса да дауыстар алып пайдаланып, былайша айтқанда Алтын қорды біз насихаттап отырмыз. Яғни Шалқа радиосы қазір мүмкіндікті пайдаланып осылай беріп жатыр. Жақсы. Мынау Қазақ радиосы дегенде тағы да бір байқағаны, бұл сол дәуірдің, ол әншінің өмір сүрген, ол қаламгердің тұлғаның өмір сүрген дәуірінің бір айна қатесіз көшірмесі сияқты. Ол архив, ол құжат, ол нақты дәлелденген мәлімет, сондай ақпарат. Соның біреуі осы біз енді қазір егеменді ел болмыз, өзіміздің тәуелсіздігіміздің арқасында жерді танып жатырмыз, елге шығып жатырмыз дегендей. Ал бізді танытатын біздің әнұранымыз, иә. Ал әнұранның алғашқы нұсқасы осы Қазақ радиосында сақталған екен. Авторларымыз ол кездегі Жұмекен Нәжімеденов пен Шәмші Қалдаяқ. Ал орындаған оны Жамал Омарова. Тыңдайық, иә, Жамал Омарова. Ол кезде жай ән болып орындалған. Алтын дән даласы, думанды бастады далама қарашы. Кеңекен жер деген жерге гүл шықты ғой, дәнегеп терелеген қазағым мықты ғой. Менің елім, жырың болып төгілемін, гүлің болып егілемін елім, туған жерім менің Қазақстаным. Айнала қарасам, асықты жүрегім, заманға жарасам, жарасып тұр елім. Біздің ел ордымды көтерді, туларды, желмен ол тербеле жырладым. Менің елім, жырың болып төгілемін, гүлің болып егілемін елім, туған жерім менің Қазақстаным. Бұл 1956 жылы Қазақ радиосына жазылған екен. Биыл 70 жылдығы әннің. Қараңыздар, қандай тарих жатыр. Ал дауыс таптаза, сыңғырлап тұр, ешқандай қосымша ештеңе жоқ. Қазақ мәдениетінің тарихында ұлттық идеологияға жаны ашыған үлкен тұлғалардың біреуі Ілияс Омаров дейді, екіншісі Өзбекәлі Жәнібеков деп айтып келе жатыр. Ол шындық, иә? Ол Өзбекәлі Жәнібековтің де сіздерде дауысы бар екен. Бірақ мен енді Алтын апай Ілияс Омаров туралы жасаған екенсіз. Ортамызда отырғаннан кейін соның қалай жасалынды, несімен құнды деген нәрсеге тағы да бір үңілгіміз келіп отыр. Жуырда Қазақ радиосының Алтын қорындағы бұдан 15 жыл бұрын дайындалған бір хабардың үнтаспасын тауып тыңдап көрсек, Қазақстанның халық жазушысы Ғафу Қайырбековтың, қоғам қайраткері Ілияс Омаровтың туғанына 80 жыл толуына орай сөйлеген сөз естіледі. Кезінде халық
кеңесі газетіне шыққан жанымдай жақсы көрген жақсаға деген мақаланы Ғафу ағамыз айна қатесіз үн таспаға оқып беріпті. Ғафаң Ілияс Омаровты жерлеу рәсіміне қатысқан халық жазушысы Ғабит Мүсіреповтің тебіреніп, қатты қайғырғаны жайлы былай дейді. Ілияс егізімнің сыңар еді. Мен содан айырылып тұрмын дегенде, Ғабең теңселіп барып әрең түзелді. Мен мінберден сүйеп түсірдім де көлеңкелі теректің түбіне кеп отырдық. Ғабең ух деп демін алды деп әңгімесін әрі жалғастырды. Бұл қазақтағы алтаудың біреуі еді. Өзгесін айтуға болмайды, ешкім сұрамайды да деп. Маған не маңайындағыларға емес, әлде қандай көзге көрінбеген біреуге айтқандай, өзімен өзі сөйлегендей кейіпке түсіп еді. Сонда мен о жолы оның не сөз екенін түсінгенім жоқ. Бірақ ойымнан қалмай қойды. Кейін көп уақыт өткенде барып, Ғабең есіне салғанымда, анық емес жай жобалап қана аңғарту есебінде бірер сөз айтқан. Сен жұмыртқаны білесің ғой, соның ішіндегі сарыуызды білесің. Мына ұлттың, халықтың өзі де бір тұқым болса, соның да уызы болады. Ол тұрғанда ешбір ұлт құрымақ емес. Ол уызды аз ғана адамдар құрайды. Оны тірі пендеге білдірмейді. Ол Құдайдан басқа ешкім білетін нәрсе емес. Олар енді ұру, туыс, жер, ауыл дегендерді білмейді. Тек ұлтты ғана біледі. Есіңде болсын. Бұл өзін өзі сақтаудың ең жоғарғы түріне жатады. Олардың төкпілікті есімі не дізімі болмайды. Бірі өлсе, бірі туып, алмасып жатады деп тұспалдап қана аңғартқан еді. Және өзінің де оған қосыла алмайтынын білдірген еді. Мен одан сайын бір ғажайып жұмбақ ішінде қалғандай болдым. Әлі солаймын. Әне, ол адамдар солар деп ілекең Ғабеңдерді еске алған сайын, соларды көрген өміріме қанағат етемін, шырам. Бұл Ғафу Қайырбековтың сөзі. Сонда оған Ғабит Мүсірепов айтып тұр. Ілияс Омаров өмірден өткеннен кейін, жерлегеннен кейін. Сол жерде тұрып айтып тұр. Ал соның бәрін Ғафу ағаң қалай есіне сақтап қалған деймін? Енді ол кісілер өте жады мықты дейді ғой. Жалпы мына Ілияс Омаров ағамыз біздің қазақ халқында не бір жылт еткен дарын иесі болса, жазушылыққа, немесе әншілікке, күйшілікке құмар болып жүрген жастар болса, солардың бәріне қамқор болып өткен адам ғой. Республикалық эстрадалық цирк колледжі, бұрын біз студия болатын, біз сонда оқығамыз. Сол мынау Гүлжихан Галиевна басында тұр, сол кісінің ұйымдастыруымен, Ілияс Омаровтың қолдауымен, жаңағы үкімет басшысымыз Димаш Ахметов Қонаев ағамыздың қол ұшын беруінің арқасында қазақ жастарына қандай керемет қамқорлық жасаған. Мінекей Республикалық эстрада цирк студиясын, қазақ циркін, мынау Гүлдер ансамблін, варетені бәрін осы Гүлжихан апайдың ұйымдастыруымен, жаңа Ілияс Омаровтың қолдауымен оқу орындарын ашты ғой. Мінекей біздің әкеміздің өзі кішкене аурушаң болды, ауылда болғанда кішкентай бір 30 үй Ортакөл деген ауылда тұрғанда, сол бір жақсы бір дарынды жігіт шығыпты деп үйге келіп сәлем беріп, танысып, үй жағдайын жасап, үй салып беріп, осы Алматыға қаншама рет пленумдарға, съездерге жіберіп, тіптен киетін киіміне дейін, жолақысына дейін, қалтасын салып беріп, киіміне дейін киіндіріп, ол бір ғана сіздің қаншама адамға көмектесті. Қарасаң, бүкіл қазақ даласында дәл сондай кісілердің бәріне көмектескен ғой. 72 жылы қайтыс болған. Жаңағы Ғабит ағамыздың айтып отырғаны, ол мен жасадым деп міндеттестірмейтін адам. Ол жақсылықты жасайды дағы ешкім білмеуін қалайды. Сондай кісі. Мүсіреповтің өзі айтып тұр ғой, мен де ондай бола алмадым деп айтып тұр. Көрдіңіз бе, мойындап тұр соны. Ал енді Өзбекәлі Жәнібеков ағамыз да сол осы Ілияс Омаровтың ісін әрі қарай жалғастырған ғой. Қаншама ансамбльдер асты, қаншама мынау үлкен тарихи музейлерді, мынау үлкен Арыстан баб болсын, Қожа Ахмет Яссауидің мазолейі болсын, соның бәріне жаңағыдай қалпына келтіруге, сол сияқты мынау қазақ өнерінің бишілерінде қандай киім керек, әншісі қандай киім кию керек, соның бәрінің ескізін өзі салып, қаншама қазіргі халық әртісімін деп, еңбек сіңірген әртістермін деп жүрген адамдардың бәріне қамқорлық жасаған ғой. Мұндай адамдар өте сирек. Алдағы уақытта енді намысшыл, қаншыл дейді ғой, енді халқым деп өмір сүрген адамдар көбірек болса екен деймін.
Жақсы, рахмет. Қалай десек те осы Абай арнасына келіп отырғандықтан мен ойладым, қазақ радиосында Абайдың әнін сондай бір үлкен деңгейде, басқа бір мемлекетте, басқа бір әлемдік деңгейде кімдер орындады екен деп. Өйткені ол заңдылық деп ойлаймын. Абай ТВ-дан қазақ радиосының анау түкпірінде сондай бір үлкен қазынасында жатқан бір әншінің әнін көрсетіп елге ұсынсам деп. Сөйтіп іздеп отырсам, шынымен де жаңа ең басындағы сөзіміздің басында біз Парижде ән салған Әміре Қашаубаевты айтарымыз. Одан кейін енді көптеген халықтың, әлем халықтарының, әлем әншілерінің арманы болған ол Ласкалада ән салу болатын. Сол Ласкалада ән салған Амангелді Сембиннің сіздерде бірнеше дауысы бар екен. Мен оны таптым деп жүрсем, ол бізде де бар екен. Сонда мен ойлап отырмын, сіздерге мысалы үшін қазақ радиосына келген адам оға жерге де дауысын жазып, сосын мына қазақ телевизиясына да түсіп кететін сияқты, сол кезеңдер болған сияқты. Амангелді Сембиннің орындауында кеше ғана консерваторияда еліміз ұлықтап, өнер адамдары барып, аудиториясы ашылған екен. Амангелді Сембиннің Абайдың әні жарқ етпес қара көңілім не қылса да, тыңдайық. Қара көңілім еғылса да, аспандай менен күн шағылса да, дүниеде сәрі сендей болған жары Қазақ радиосына қанша хабар арнасақ та, ол таңды таңға жалғайтын түріміз бар негізі. Жаңағы Амангелді Сембин ағамызды айтып жатсыз ғой, Ласкалада ән айтқан. Сол сияқты біздің әзір Димаш Құдайберген бауырымыз да керемет, әзір бүкіл дүние жүзіне ән салып жүр ғой. Кеше ғана мысалы Нью-Йорк пен Мехикода бүкіл стадион бірге қосылып көзімнің қарасын айтып жатыр. Қандай керемет, қандай қуаныш, иә? Міне сол Димаш бауырымызға амандық тілейміз, тіл көзін сақтасын. Жалпы бүгінгі хабар туралы ойларыңызды бір қорытып қысқаша айтсаңыздар, не түйдіңіздер? Сөзді қорыта келгенде айтқанда, біз бұрынғыдан жиіркенбеуіміз керек. Біз бұрынғыдан керісінше үлгі алып, оны жас ұрпаққа насихаттап отыруымыз керек. Сонда ғана ұрпақтар жалғастығы үзілмейді. Рухани мұрамыз үзілмейді, жоғалмайды. Сондықтан біз бұрынғыны ылғи да насихаттауды күн тәртібінен түсірмеуіміз керек деп ойлаймын. Жақсы, рахмет. Өте дұрыс. Өзі ескіні ескі деп қарамау керек, сол ескіден шығып жатыр ғой бәрі де. Ал енді қазір айтып отырсын, қазақ радиосында біраз жұмыстар атқарылып жатыр екен алтын қорға байланысты. Бұрында атқарылған, қазір де атқарылған. Ал енді осы бір жақсы дәстүрді әлде де дамыта берсе, соған мынау тыңдап жатқан әкімшіліктер соған мән беріп, шалқар редакциясы бар, басқа редакциялар бар, солардың мерейтойы келіп жатады дегендей. Соған және немқұрайлы қарамай, кәдімгі алаулатып өткізсе, бұл да халықтың жаңағы қызығушылығын туғызады. Бұл да бір жақсы іске қосылған игі мәселе болады. Жақсы аға, рахмет ұсынысыңызға. Баяғыда біз жұмыс істеп жүрген кезде фанатика жаңалықтары деген концерт беретінбіз. Ең соңғы келген үнтаспадан. Сол сияқты бүгінгі хабарымызда сол алтын қордың ескі тарихын кішкене шығарып, біздерде мынандай бар деген сияқты әдемі бір ой салатындай бір хабар болып отыр.
Әрине ол жаңа көтерілген әр тақырыпқа бір хабар жасаса артық болмаушы еді. Енді бұл кіріспе ғой енді. Бізді шақырып осындай қадірлеп жатқандарыңызға көптен көп рахмет. Алтын қор деген ол мұхит, ол білім, оның ішінде біз білмейтін өте көп дүниелер бар. Мен өзім 3 жылдай эксперт-редактор болып тыңдап, 1000-нан артық хабарды тыңдадым. Ана ең алтын қор деген түкпіргі бөлмедегі хабарларды, содан кейін қай жерде не бар, кімдер не сөйлейді, соның бәрін зерттеп отырып, өзімде білім толықты. Осыған байланысты мынау Қазақ радиосының 100 жылдығына ғасыр құрдасы Қазақ радиосы дегенді мен ойдан шығарған жоқпын. Сол алтын қордан алынған материалдар, ғажап адамдар туралы көп дүние айтуға болады, көп дүние жазуға болады. Алдағы уақытта енді осы үрдістен таймаңыздар деп ойлаймын. Жақсы, рахмет. Жалпы Қазақтан сөз қалмаған ғой, кемедегінің жаны бір дейді. Телевизия үшінде, радио үшінде алтын қор ол алтын қор. Сіздер аман болсаңыздар, алтын қор аман болса, біз әлі де талай кездесеміз. Апай, сізден ән сұраймыз. Мен Жөсекеңнен үйренген әндерім бар еді. Сол әндердің бірі Халық әні 25 деген әнді орындап берейін. Мас бекен оу, алтын бекен оу, қола мекен оу, көңілім жаманы жарығай, шіркін ай тола мекен. Тұйғын деп оу, ұстағаным оу, қарға болдың оу, қарғаға пендай ғашық, шіркін ай бола мекен. Әйде. Жалған 25 айналып оу, шіркін ай келмес Әй, бәрекелді. Көп рахмет. Құрметті қонақтар, студияға келіп, әсерлі естелік айтып, ой айтып, ұсыныстар айтып жатырсыздар. Көптен көп рахмет айтамыз. Сіздерге тағы да алғысымызды айта отырып, көрермендермен қоштасамыз. Құрметті көрермен, келесі аптада кездескенше аман есен болыңыздар.